Енді айтыңыз. Оразаның бір осы жерден кішкентай пайдасын айтайын. Сіз 30 күн ораза тұтсаңыз, тұтып жүрген кісілерден сұраңызшы. Айт күні қуанып айттап жүресіз жолдастарыңыздың, достарыңыздың, ағайын туыстың үйіне барып. Сол досыңыздың үйіне барған кезіңізде, ал тамақ же деп алдыңызға тамақ қойса, күн жарқырап тұрғанда ана тамақ өтпейді. Бір түрлі боласыз, өйткені күндіз 30 күн бойы тамақ жемей үйренгенсіз. Енді анау тамақ қойып тұрса, бір түрлі енді өзіңіз бір қатты қысыласыз, тура бір күнә жасайын деп тұрған адам сияқты боласыз. Жей алмай ана жерде. Бір жақ асқазаныңызда ол кезде тамақ сұрап үйренбей қалады да, үйреніп қалады, ол кезде тамақ бармайтынын біледі да. Бірақ сіз ол күн енді алдыңызға қойғаннан кейін енді бисмиллямен бастайсыз. Ойлаңызшы енді. Сіздің денеңіз, сіздің мінезіңіз соған сай бола бастайды тамақ жемеуге. Ал енді ойлаңыз, 30 күн ораза рухани тәрбиеге одан да қатты үйренеді. Егер сіз осы оразада жақсы әдет үйретсеңіз, соны қатты ұстап қаласыз. Бір адамдардың бір жақсы әдеттерін көріп жүресіз ғой оразада, Қандай әдеттер? Мысалы да, өтірік сөйлемеу. Немесе қандайды өзінің бір әдеттері болады. Сол әдеттерді оразада 30 күн тоқтамай жасасаңыз, егер шынымен Алла үшін жасасаңыз, оразадан кейін де сол әдет сізде қалады. Және жаман әдеттен де құтылуға өте пайдалы нәрсе. Кейбір бауырларымыз бар, жаңағыдай анау шайтанның соскасын сорғанды қоймайтын. Жаңағыдай намазын оқиды да, немесе оразасын тұтып алады да, аузын ашқан кезде жүгіреді далаға қарай. Жаңағыдай анау шайтанның тезегін аузына салып жібереді, немесе соскасын тығып алады аузына. Сосын барып, соскасын еміп болғаннан кейін барып келеді. Әйтеуір, мейірімі қанып, тер болып, рахаттанып. Міне осы ораза содан құтылатын кез. Күндіз шыдадыңыз, кешке таяуда өзіңізше мақұл. Күшіңіз жетпей тұрса басқа уақытта 30 күн бойы азайтуға уақыт қоясыз ғой. Мысалы, бірінші күн енді сол күйінде қабылдадыңыз кешке жақын. Екінші күні содан азырақ қылыңыз. Үшінші күні одан да кемейтіңіз. Осылайша кемейте берсеңіз, 30-шы күні құтыласыз. Өйткені күндіз ол соскадан ұзақта жүрдіңіз, кешке жақын сол сосканы тастай саласыз да. Сонымен соска ембейтін болып, емшектен шығасыз ғой, былайша айтқанда. Енді ойлаңыз. Ол да бір оразаның пайдасы.